Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылары. Тікелей эфирде Ашық әкімдік Әсем Сартбаева мен жобасы. Добрый день, уважаемые зрители. В прямом эфире Ашық әкімдік Әсем Сартбаева. И сегодняшний наш гость Аким Түпқараганского района Айбек Қосуақов. Айбек Қосуақұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Кеше ғана ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын жеткізді. Сол жерде біраз мәселелер, тақырыптар қозғалды. Соның ішінде 3 пен 6 жасқа дейінгі балаларды 100% балабақшамен қамту мәселесі, оның ішінде жекеменшік балабақшаларға көбірек акцент берді президент мырза. Енді сіздің ауданда бұл мәселе, қазір жаңа оқу жылы басталды, міне бүгін 3 қыркүйек оқу жылы қалай басталып жатыр? Кей аудандарда интернет мәселесінде бір кемшіліктер бар, енді ол бағытта жұмыстар жасалып жатыр, бірақ дегенмен бар ол мәселелер. Сіздің ауданда қалай, интернетпен толық қамтылған ба, үйлер, кітап оқулықтар жеткілікті ма? Ноутбук деп жатырмыз, қашықтықтан оқу, соған тоқталып өтсеңіз. Енді қазіргі таңда енді кеше ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халыққа жолдауында осы білім сапасы жөнінде, білімге көп үлкен мән беріп, үлкен өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар білдірді. Енді соның ішінде қазіргі таңда Түпқараған районына келетін болсақ, Түпқараған районында 11 мектеп осы биылғы оқу жылына дайын болды. Бұрын 10 мектеп еді, осы Ақшұқыр ауылынан 14 шақырымнан 600 орындық жаңа мектеп осы кеше 1 қыркүйектен бастап есігін ашты. Қазір енді жаңа айтқан 11 мектеп, 22 балабақша бар аудан бойынша. Енді сол 22 балабақшаның 10 балабақшамыз үкімет мемлекеттік балабақшада, қалған 12 балабақша жекеменшік балабақша. Енді жаңа айтқан білім күніне байланысты, мына енді сабақ басталды онлайн режимінде. Соның ішінде 1 сыныпқа баратын балдарға кезекші топтар ашып, 1 сыныптар мектептен қабылдансын. Бұл да бірақ ата-ананың өзінің еркіне байланысты, келісіне байланысты сондай ұсыныс болған. Біз енді өз тарапымыздан аудандағы барлық ата-аналармен жүздесе отырып, келісе отырып, осы 1 классқа бала қабылдап жатырмыз. Енді қазір осы 1 қыркүйекке аудан бойынша тіркелген 1 сыныпқа баратын бала саны 1002 бала тіркелген, бірақ қазіргі таңда 500-дің үстінде бала 1 сыныпқа қазір келіп жатыр. Себебі ата-ананың еркі болғаннан кейін көпшілік ата-ана осы пандемияның 2-ші толқыны келе жатыр деп, содан алдын ала сақтық шаралары болу керек. Үйлерінен онлайн режимде оқытамыз деп, осы 500-дің үстінде қазір бала үйлерінде, ал қалған 1000 баланың 500-і қазір осы мектеп табалдырығын аттап, қазіргі таңда барлық санитарлық нормаларын сақтап, сабақтарын бастап кетті. Барлық осы қазіргі аудан бойынша 8850 бала мектеп жасында, 1 класс пен 11 класс арасында. Бұлар енді қазір онлайн режимінде балдар барлығы да жағдайларын жасап сабақтарын бастады. Ендігі мәселе интернет мәселесіне келетін болсақ, біздерде енді 6 елді мекеніміз бар. Бұл жерде енді кішігірім Таушық ауылы, Қызылөзен ауылы, Баутин ауылдарында интернет мәселесі жоқ. Себебі Таушық ауылын Синерджи компаниясы Қазтранском линиясынан алып, қазір осы 5-не дейін толық қосып болады Таушық ауылын. Қызылөзен ауылы Қазақтелеком компаниясының қарамағында, олар енді бұрыннан жұмысын жасап келе жатыр. Ол бұл жерде Қызылөзен ауылында мәселе жоқ. Енді Баутин ауылында да Қазақтелеком компаниясы қарап отырған, ол жерде де Баутин ауылында да мәселе жоқ интернет жөнінде. Форт Шевченко қаласының басында осы 2 күнде аяқтайды. Синерджи компаниясы осы аптаның аяғына дейін толық іске ауыл үйлерді қосамыз деп уәдесін берді. Енді қазіргі таңда бізде интернет мәселесінен Сайын мен Ақшұқыр елді мекендерінде, бұлар енді қаланың іргесінде болса да, интернет мәселесінің қиындау жақтары бар. Бірақ осы Бикада дейтін компания осы Ақшұқыр ауылын қазір қамтамасыз етіп қосып жатыр.
уәдесіне келетін болсақ, ол кісілер осы қыркүйек айының 10 жұлдызына дейін интернетпен қамтамасыз етемін деп уәде берді. Осы екі ауылда. Ақшұқыр ауылын. Енді Сайын ауылын, қазір Сайын ауылының біздерден де әсіресе кварталға бөлінеді. Сайын ауылында 5-ші квартал, 4-ші квартал, ескі 6-ші квартал, жаңа 6-ші квартал дейтін бөлімдері бар. Соны енді қазір 4-ші кварталын 2 бригада жасап жатыр. 4-ші кварталды қазір үйге тарту мәселесі жүріп жатыр. 5-ші кварталға толық общий мына кабелін тартып қойды. Енді ол жерде де үйге жүру мәселесі басталады. Ескі 6-ші кварталда азғантай үй бар. 16-30 шақты үй бар. Енді оларды да енді қосып үлгереміз. Бұлар енді сентябрьдің 15-20-ларына дейін толық үлгереміз дейтін өздерінің уәдесін беріп отыр. Бұл енді Синерджи компаниясы. Біз енді сонда осы қыркүйек айының 20-ші жұлдызына дейін толық интернетпен, үйге тартатын интернетпен, кабельмен қамтамасыз етеміз. Бірақ енді қазір бұл интернет жоқ екен дейтін мәселе емес. Біз қазір ол жерде сотовый связдардың нелерімен, мысалы Актив бар, Билайн бар, Теле2 бар, солардың роутерлерімен қазір біз үйлерге қосып беріп жатырмыз. Қазіргі таңда интернет бізде сабақ байланыс жөнінен ешқандай мәселе жоқ. Кері байланыс мұғаліммен, оның барлығы да қазір өз мақсатында жасалып жатыр. Ал оқулықтар қалай, жеткілікті ме? Оқулықтар жеткілікті. Өткенде осы 25 тамызда бізге оқулықтарымыз қолымызға келді. Компьютер, ноутбукпен қамтамасыз ету біздерде ТО Маңғыстау дейтін мекемемен келісімшарт жасалды. Қазіргі таңда 300 компьютерді әкелді. Енді қалған 700 аудан бойынша 1000 компьютерға сұраныс берген болатынбыз. Қазір соның 700 компьютер жолда келе жатыр. Ол мекемелермен қарым-қатынасты үзбей байланыста отырмыз қазіргі таңда. Айбек Қосуағұлы, енді пандемия кезінде жалпы елімізде қай салада қандай кемшіліктер барын білініп қалды, көрініп қалды. Сіздің ауданда осы коронавирус кезінде наурыз, сәуір айларында қалай өтті? Біздерде енді наурыз айынан бастап карантин режимі орнады. Біз осы аудандардың ішінен алғашқы болып біз өзіміздің Форт-Шевченко қаласына санитарлық бекет қойып, жолымызды жаптық. Сосын енді өзіміздің ауданымызға қарасты 43 километрден Ақтау қаласынан блокпост тұрды. Соның пайдасы болу керек. Біздің ауданда сол наурыз айынан басталған карантиннен бізге коронавирус ауруы кірген жоқ. Ақшұқыр Сайынға да кірген жоқ. Бұл тек қана бізге ең бірінші адам анықталды 25 мамыр күні. Бір адам анықталды. Трюм Қазақстан дейтін мекеме Жаңаөзен бағытындағы бір подрядчик мекемеде қызмет жасайтын осы Ақшұқырдың тұрғыны сол жақтан жұқтырып келді. Ең бірінші адам 25 мамырда тіркелді. Бірақ енді біз қарап қалған жоқпыз. Осы уақыттардың ішінде, карантиннің ішінде біз барлық өзіміздің қолымыздан келген жағдайымызды жасап, мына провизорный обсервация және КВИ-1-ді бәрін дайындап қойған болатынбыз. Соның арқасында біздерде енді Құдайға шүкір, осы Түпқараған ауданы бойынша КВИ-1 дейміз ғой, енді коронавирустан адам шығыны болған жоқ. Бірақ енді соңғы мына пандемияның кезінде қиындық болды. Себебі біздің өңірімізде, районымызда орналасқан мұнай компаниялар бар. Қаражанбас, Бозашы, оперейтинг дейтін компаниялардан көптеген адам сол жақтан жұқтырып, солардың адамын біз енді қамтамасыз еттік. Мына біздің өзіміздің жергілікті адамдарымыз сол компаниялар жұмыс жасайтын адамдарды. Енді ешқандай проблема болмады деп айта алмаймыз. Мәселе болды, дәрі-дәрмек мәселесі, бірақ біздің емханамыз бойынша дәрі-дәрмек мәселесі болған жоқ. Біздің запасымыз болды. Соның арқасында біз ешқандай қиындық көрген жоқпыз көп дәрі-дәрмектен. Бірақ енді аптекаларда дәрі-дәрмектің тапшылығы енді өздеріңіз білесіздер. Бұл енді жалғыз біздің район емес, басқа да бүткіл Қазақстан бойынша да дәрі-дәрмектің тапшылығы болды. Аптекаларда болмай қалды. Халықтың азғантай реніштері болды. Енді оның бәрі өтті. Қазір енді Құдайға шүкір, біздің ауданға қарасты қазір 17 аптека бар. 17 аптеканың барлығында қазір дәрі-дәрмек керекті. Бірінші кезекте керекті. Өткенде болмай қалатын дәрі-дәрмектер қазір запасымен алып жатырмыз. Енді қазіргі таңда біздің осы Форт-Шевченко басында
мына туберкулезный больница болатын, бұрын құрылысы қаланып, ремонтталғаннан кейін тұрып қалған. Көп жылдан бері тұрған. Соны кеше облыс әкімінің тапсырмасына байланысты жол картасы бағдарламасының қаражаты арқасында қазір біз сол туберкулезный больницаны жаңғыртып жатырмыз. Барлық қазіргі келесі толқынына дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол жерді дайындаған жағдайда кезде біз қазір 100 адамға провизорный, сосын 40 адамға КВИ-1 болған жағдайда біздер 140 адамды сол жерден қабылдаймыз дейтін жоспарымыз бар. Сосын екінші біздің өзіміздің больницаларымыз бар. Сол больница арқылы қазір ол да дайын тұр. Барлық ішіне мына кислородный линияның бәрі тартылып жатыр. Сол ол жерде де 60 адамды қамтамасыз ете аламыз. Сонда біздерде 200-дің үстінде адамды жатқызып емдей аламыз дейтін өзіміздің жоспарымыз бар. Пандемия деп жатырмыз ғой, осы тақырып аясында атаулы әлеуметтік көмек сіздің ауданда қанша адамға берілді? Атаулы әлеуметтік көмек 148 адамға, 148 отбасының 861 адамына берілді. Атаулы әлеуметтік көмек әлі де беріліп келе жатыр. Содан кейін оларға байланысты мына тамақ мәселесі бар. Ол тамақ мәселесінде біз ауылымыздың Рақат магазинымен келісім шарт жасалып, 8 миллион теңгеге сол қазір осы атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларына сол жерден біз тамағын ұйымдастырып, керек жарақтарын ұйымдастырып беріп отырмыз. Оның ішінде өзіне керек жаңағы көрсетілген заң бойынша тамақтары бар. Құрметті желі қолданушылары, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Бүгінгі спикеріміз Түпқараған ауданының әкімі Айбек Қосыбақов. Түпқараған ауданының басшысына қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфирде сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Біз алдын ала желі қолданушыларына сіз келеді деп аңдатпа берген болатынбыз. Соның аясында желі қолданушылары біраз сұрақтарын қойды. Соларды оқуға рұқсат етіңіз. Жаслан Амантайұлы Мұқан, Ақ кетік, Форт-Шевченко қаласында ел аузында жаңа кетік деп аталып кеткен аймақ бар. Құрылғанына да бірнеше жыл болды. Тұрғындар алған жерлеріне баспанасын салып қоныстанды. Қазіргі таңда сол жердегі басты проблема жол мәселесі болып тұр. Кешегі жауыннан кейін ауыл арасындағы жолмен жүру мүмкін емес, себебі қатқыл табанды деп уақытша төселген жолдың тас талқан шыққан. Бір ғана мысал, жүргізушілердің өзі көліктерінің қосалқы темірлерін уақытынан бұрын ауыстырады. Осы секілді проблемалар болмас үшін тақтайдай тас жол қашан төселеді дейді. Әрине өте орынды сұрақ. Ел болғаннан кейін ол жерге барлық инфраструктура салыну керек. Бұл енді жаңа кетік біздің Форт-Шевченко қаласының басында жаңа кетік бұл 4-ші квартал, 5-ші квартал, 6-ші квартал деп бөлінеді. Енді ол жерде жол жоқ рас. Енді осы ақпан айында есеп бергеніміз кезінде, осы халықтың алдында әкімнің есеп беру кезінде осы сұрақ мәселе қойылған болатын. Сол кезде біздер жылдың басында жоспарладық. Жоспарлағанда әр нәрсе салынатын нысан болсын, жол болсын, бәрі де жоспар бойынша іске асырылады. Ол бюджеттен қаражат үкіметтен бөліну керек. Ол республикалық бюджеттен бөліне ме, ол облыстық бюджеттен бөліне ме, соған байланысты біз жоспарлаймыз жұмысымызды. Сондай жоспардың бірінде біздің өлкеміз, районымызда 5 үлкен проекті болатын. Бұлар 5 проектілер Энкок компаниясының инвестициялар программасына кіргізіліп, СИП программа дейді, соған кіргізілген болатын. Солардың инвестициясы арқылы біздің ауданымызға 5 үлкен жоба. Соның біреуі ауданымыздың Форт-Шевченко қаласының басынан өнер мектебін салу, екіншісі 100 адамға жатақхана салу, үшіншісі жаңа кетіктің 7-1 шақырым жолын салу, төртіншісі Баутин ауылынан ФОК дейді, оздоровительный спорт үлкен комплекс салу, сосын Сайын ауылынан мәдениет үйін салу жоспарымыз бар еді. Биылғы пандемияға байланысты мына Энкок компаниясының инвестициялары өңірімізге мына денсаулық сақтау жағына қарай көп көңіл бөлініп, қаржы сол жаққа кетуіне байланысты биыл сол проектілеріміз тоқтап қалды. Соның ішінде жол мәселесі тоқтап қалған болатын.
Осы біз сол мәселені тоқтап қалып, халықтың ең сұранысы болып отырғаннан кейін біздерде республикамыз бойынша программалар бар. Шағын қала дейтін программа бар. Сол шағын қала арқылы біз қазір 800 миллион теңге қаражатын соған салып, конкурсын өткізіп, қазір Алтын құрық дейтін компания жеңімпаз атанды. Осы өткенде де ол Алтын құрық жеңімпаз атанды, кешегі аптада атанғаннан кейін, кешегі аптада шықты енді результат. Сосын сол компанияның директоры басшыларымен шақырып сөйлестім. Осы алдыңғы аптада Алла тағала қаласа сол жаңа кетіктің 7-1 шақырым жолын бастайтын болады. Және бұл енді биыл жылдың аяғына дейін үлгергенше салат, үлгермеген келесі жылы толыққанды 7-1 шақырым жолын бітіріп береді. Бұл мәселе қазір көптен қойып жүрген мәселе. Рахмет. Ақмарал Жұмагазиева, сәлематсыз ба? Бізге үй жағы қиын болып тұр. Көп балалымын, жақында тағы босанамын. Өзім бюджетте жұмыс жасаймын. Осыда берілген үйде бізге бұйырмады. 10 жылдан бері үйсіз жүрмін. Бір бөлмеде балдарымды оқытамын. Қыздарым ваннада оқиды. Кезінде берген Асауов әкім болғанда жағдайымыз жақсы болғанша тұруға берілген үй, ол газынан штрафы 400 мың болды. Үйдің құжаты болмағандықтан бұл үйді босатқымыз келеді. Бізге уақытша үй беруіңізді немесе бос үй болса берулеріңізді сұраймын. Үйге келіп қарауыңызды сұраймын дейді. Біз енді осы Форт Шевченко қаласының басынан осы кеше Конституция күніне 80 пәтердің кілтін табыстадық. Бұл пәтерлер нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған үй. Бұл бағдарлама бойынша бұл жерге жатқызылатын топтар мүгедектер, жетім балалар, аз қамтылған отбасылары, көп балалы аналар, тізімде тұрғандар, белгі санаттағы адамдар. Бұның ішіне бюджеттік бағытта тіркеуде тұрған адамдар мен авариялық үйді анықтаған жағдайда тіркеуде тұрған адамдар бұл программа кірген жоқ. Сондықтан бұл азаматтар алған жоқ, бірақ енді біз қалған бағыттар бойынша біз кеше осы кілттерін табыстадық. Енді бұл сұрақты қойып отқан Ақбота дедіңіз ба? Ақмарал, менің есігім ашық, келсін, мен қабылдаймын, көремін үйін барып. Қандай жағдайлар бар, қандай мәселелер бар, көмектесуге жұмыстанамыз. Жалпы сіздің ауданда үй кезегінде тұрған адамдар саны қанша? Үй кезегінде, аудан бойынша 805 адам үй кезегінде тұр. Енді біз келесі жылда бұмен тоқтап қалып жатқан жоқ. Біз 3 қабатты 4 үйдің құрылысын конкурсын өткізіп қойдық. Жеңімпаз анықталды. Аманшылық болса бастайды. 72 пәтерлік үй құрылысын бастайын деп отырмыз. Ол осы тізімдегі азаматтарға беріледі. Бибігүл Рамазанова, сәттілік Айбек Қосуақұлы дейді. Нұркамал Аязбаев, бірінші сұрақ жазыпты. Бірінші сұрағы: ауданда тоқ, газ, су, асфальт жол мәселелері қашан толықтай шешіледі дейді. Енді ауданда жаңа айттым, жаңа кетіктің жолын айттым. Біздерде енді Форт Шевченконың басының асфальттары толыққанды қамтылған. Енді қазіргі таңда Баутин ауылының 2 көшесі, Аташ Баутинның 2 көшесіне асфальт жол тартылып жатыр. Кешегі жол картасы бағдарламасы аясында Таушық ауылына 3 шақырым жол тартылды. Қызылөзен ауылына 1 шақырым жол тартылды. Сосын енді мына Сайын ауылына жол картасы бағдарламасы арқылы 12,5 шақырым жол тартылды. Және келесі жылға ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Сайын ауылының 10 көшесі 35 шақырым жолды келесі жылдың республиканский бюджеттен қазір қорғап, келесі жыл бастайын деп отырмыз. Ақшұқыр ауылына келетін болсақ, биыл Ақшұқыр ауылына 40 шақырым жол жасалды. Біз енді Ақшұқыр ауылының басында 100 шақырым жол бар деп есептесек, соны қазір 40%-ын Ақшұқыр ауылының бітіріп жатырмыз. Осы ноябрь айына дейін Ақшұқыр ауылының 40% жолы дайын болады. Оның ішінде ауыл ел бесігі бағдарламасы бар, жол картасы бағдарламасы бар, сонымен салынып жатқан жолдар. Сол енді газ мәселесі бойынша енді қазір тұрғылықты жерлерде, қазіргі тұрып жатқан жерлерде газ мәселесі бар. Себебі біздің мына Сайын ауыл әсіресе газдың көп қажет етіп тұрғаны 6-шы квартал жаңадан салынып жатқан үйлер. Бұл жерде
газ мәселесі туындады, былтырдан бері туындап жатыр. Биыл жол картасы бағдарламасына байланысты 2 миллиард 156 миллион теңге ақша бөлініп республиканский бюджеттен. Қазір СМК 4 мердігер компаниясы жұмысын жасап жатыр. Осы бұйыртса қазан айында аяқтап, осы жылу сезонына дейін газды сол жерде тұрғылықты халыққа береміз дейтін жоспарымыз бар. Ол кісі ол жерде тұрып жатқан адамдардың өздері білет, құжаттарын дайындап жатыр. Ақшұқыр ауылынан Бегей ауылының 2-ші, 3-ші, 4-ші орамдары барлығы да қазір газ мәселесін осы қараша айына дейін толық аяқтайды. Енді Таушық ауылында азғантай газ мәселесі бар. Бұған проектісі бәрі жасаулы тұр. Бұл енді келесі жылдың еншісіне қалды. 268 миллион теңге бюджеттен қарастырылып отыр. Құдай қаласа келесі жылы Таушық ауылын 100% газбен қамтамасыз етеміз. Бұл жерде енді Қызылөзен ауылы, Баутин ауылдарында газ мәселесі, Форт-Шевченко басында енді қазір газ мәселесі жоқ деп есептеймін. Форт-Шевченконың сыртынан, жаңа кетікті сыртынан 900 жер учаскесін дайындап жатырмыз. Сол жерге де қазір газ мәселесі тартылып жатыр. Тоқ газ инфраструктурасын тартып жатырмыз қазір. Су мәселесі қалай? Су мәселесі бойынша енді су мәселесі біздерде мына Ақшұқыр сайынан бастайтын болсам, Ақшұқыр сайында қазір 16-17 мың халыққа дейін халық тұрып жатыр. Қазір өсіп келіп жатырған ауылдар қаланың іргесінде болғаннан кейін. Бұл ауылдарда су мәселесі осы жаз айында кеше июль, август айларында үлкен мәселе болды. Себебі біз мына Ақтау қаласынан, облыс орталығынан құбырмен суды алып отырмыз. Мына автоцонның қасында Сувес 4 дейтін бізге су беріп отқан станция бар. Ол ар жағында мына Каспий су тұщыту заводы арқылы келіп отыр. Енді бұл жерде мәселе біздер екі ауылға 5000 куб су алуымыз керек суткісіне. Ал бірақ бұл қазір беріп отқан су бізге 3200 су беріп отыр, сондықтан су тапшылығы болды. Себебі Каспий су тұщыту заводының біздерге суды толық қамтамасыз етуге жағдайы келмеді. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Мұнайлы ауданы, Қарақия бәріне де су жетіспеушілік болды. Сондықтан біз мына Сайын, Ақшұқыр ауылдарын графикке қойдық. Енді барлық су құбыры тартылды, бірақ оның ішімен халықтың наразылығы, соның ішімен су жүрмесе не үшін тарттыңдар дейтін наразылық бар. Бірақ енді ол уақытша зат, уақытша деп есептейміз, себебі биыл сол мына Каспий су тұщыту заводының қуаттылығын 20 мың кубқа тағы қосуға жұмыстанып жатыр. Келесі жылы егер де аяқталып берілетін болса, біз Ақшұқыр Сайын ауылы тапшылық көрмейміз деп ойлаймыз. Себебі бізде қазір ағарған дейтін мекемеміз бар. Сайын ауылының сыртында ол шұбат жаңағы әртүрлі сүт өнімдерін шығарып отқан завод. Сосын енді ар жағынан Ақтау Агро дейтін құс заводын фермасын ашқалы жатырмыз. Осы ноябрь қараша айында. Соған байланысты бізге енді су мәселесі жеткілікті болады деп есептеймін. Егерде мына Каспий су тұщыту заводының қуаттылығын арттырған жағдайда қазір соған жұмыстанып жатыр. Енді Форт-Шевченкоге келетін болсақ, Форт-Шевченко мәселесінде біздер жер асты ұңғымасы арқылы халыққа қазір технически су беріп отырмыз. Ал бұлай ауыз суды водовозбен тасып отырмыз. Қазір біздің түпқараған су жүйесінде 9 водовоз жұмыс жасап тұр. Ешқандай кеше азғантай енді осы июль айының кеше шілденің ыстығында азғантай бір 5 күндей очередь болды. Қазір ол мәселе, су мәселесі, ауыз су жөнінде мәселе жоқ. Осы 9 водовоз жеткілікті ме сонда? Форт-Шевченко қаласына толық жетіп тұр. Сосын енді мына су құбырына келетін болсақ, Форт-Шевченконың осы 130 шақырымдай осы Форт-Шевченко қаласында не бар? Жер асты құбыры бар, су тарту. Биыл 64 шақырымын тарттық, аяқтадық. Жаңа кетікке енді бір көшесі қалды. Бұйырса келесі осы алдымыздағы аптада суды қосамыз. Бұл бірақ енді бұл үйге келіп тұрған сулар жаңа технический су дейді ғой, сондай су. Енді біздерге Форт-Шевченко қаласына үлкен қиындық келтіруі мүмкін. Бұл жер асты ұңғымасынан су алғаннан кейін, ол халық өсіп келе жатырғаннан кейін ол сенімсіз. Сондықтан теңіз суын тұщыту мәселесімен облыс әкімінің тапсырмасына байланысты біз қазір ЖСқ-сын жасатып жатырмыз. Жобалық сметалық құжаттарын Құдай қаласа суткісіне 5000 кубты тұщытатын Форт-Шевченко қаласының басынан біз үлкен не салғымыз келіп отыр, завод салғымыз келіп отыр. Ол қазіргі таңда мына Энкоктың жаңағы айтқан инвестициялар программасына кіріп тұр. Биыл проектісін аяқтасақ, келесі жыл соның құрылысын бастаймыз дейтін жоспарымыз бар. Бұл енді таза ауыз су беретін мәселе.
Форт Шевченко Баутин мәселесі жөнінде. Ал енді Қызылөзен мәселесі жөнінде бұл жерде де су тасымал. Бұның да қазір бір 30 шақырым жерде су скважина қазір су шығаратын мәселелер бар, бірақ енді бұл үлкен қаржыны қажет етеді. Сондықтан бір Қызылөзен ауылында 1000-ға тарта адам бар, қазір водовозбен толыққанды суын ішіп отыр. Таушық ауылына келетін болсақ, бұл жерде су мәселесі жоқ, барлық скважина арқылы су үйлерге барып тұр. Рахмет. Жерде Нури Камал ағамыздың екінші сұрағы бар еді. Жақсы, қазір табайын, мен бұл жақтан кетіп қалды. Жаслан Амантайұлы Мұқан, Баутина кентіндегі бұрынғы Баута су тұщыту зауытын қайтадан іске қосу жоспарда бар ма дейді. Біз енді жаңағы ол сұраққа жауап беріп отырмын. Жаңадан біз завод салғымыз келіп отыр. Себебі бұл Баутин бұрынғы су тұщыту заводы көп жылдан бері тұрып қалған. Оның ішіндегі оборудованиелер шетелдік қондырғылар, оның бәрі істен шыққан, қазіргі таңда пайдалануға жарамайды, жарамсыз күйде қалған. Сондықтан оны қайта жасағанда үлкен қаражат керек. Сондықтан біз оны да ойлағанбыз басында, жоспарлағанбыз, бірақ ол бізге ойлағанымыздай болмады. Сондықтан біз жаңа қондырғы салуды ұйғардық. Рахмет. Нури Камал ағамыздың екінші сұрағын оқиын. Ақшұқыр Сайын Шапағатов ауылында мектеп жасына дейінгі балалардың ойын алаңдары жоқтың қасы. Жалпы аудан бойынша қашан ойын алаңдары салынып қамтылады дейді. Біз енді кезеңмен салып жатырмыз. Ақшұқыр ауылында, Сайын ауылында біздер мына кәсіпкерлер арқылы балалардың ойын алаңдарын салып жатырмыз. Енді ол Сайын ауылынан бұрынғы салынғандар бар, бірақ енді тозып қалғандар да бар. Біз бірте-бірте қолға алып жатырмыз. Ойын алаңдарының қазір жерлерін белгілеп жатырмыз. Сосын болашақта осы ГЧП аясында ғой. Енді ол көшедегі балдардың ойын алаңдары ғой, бұл кісінің сұрағы қойып отқан. Бұл өзіміздің қазіргі басты мәселеміз. Ауыл ортасынан балалардың ойын салу мәселесі, ойын алаңын салу мәселесі. Күн тәртібінде тұрған мәселе. Үшінші сұрағы, ағамыздың бұрынғы екі аудан әкімі кезіндегі мамандармен, кадрлармен жұмыс жасаудасыз. Ауданда реформалар жасау үшін, жаңашылдық жұмыс жүйесіне көшу үшін жаңа кадрлық команда жасақтау ойыңызда бар ма дейді. Бұл енді мен бұндай сұрақтарға таңғалам. Бұрынғы екі әкімнің командасы дейтін. Ол әкімдер командасын алып келіп болмаса жер түбінен алып келген жоқ. Сол порттың азаматтары, қазір жұмыс жасап отқан ауданның, порт емес, ауданның азаматтары енді. Бұл жерде ауыл әкімдері, сол ауылдың өзінің тұрғылықты адамдары, әрине қазір келіп жіберіп, мен адамдарымды алып келем деп, оны ауыстыра берсем, одан не жұмыс өнеді. Оны үйретем деп жүргенде тағы да бәленбай уақыт етеді. Қазір бізде ақсап қалып жатқан жұмыс жоқ. Әр маман өзінің өзінің мамандығы бойынша жұмыстарын атқарып келеді толыққанды. Бұл жерде тұрған ешқандай жұмыс жасап отқан адамның орнын ауыстыру дейтін, мен ондайды жасай алмаймын. Және енді әрине ұзақ отырған мекеме басшылары бар, ұзақ отырған әкімдер бар. Оларды ауыстырып, ротация дейді ғой, ауыстырып тұрған жақсы әрине. Бірақ енді осы биыл мына пандемия болды. Сосын енді мына сайлау болып жатыр, ұлттық санақ келе жатыр. Соның бәріне мәселе бізге білімді маман керек, бұрыннан төселіп жұмыс жасап жатқан. Кадр тапшылығы бар ма жалпы ауданда? Кадр тапшылығы бар әрине. Біздерде қазір құрылыс бөлімінің басшысы осы кеше конкурс өтіп жатыр басшысына. Енді жер бөлімінен тапшы болды, ол жерге қазір басшы алынды, қызметін жасап жатыр. Енді сондай бөлімдерде азғантай тапшылық бар. Бірақ шамамыз келгенше біз жергілікті азаматтарды жұмысқа тартып жатырмыз. Ақмоншақ Жақсылықова, сәлеметсіз бе дейді. Тұрғын үй кімдерге беріліп жатыр екен? Мен кезекте тұрмын, әлі жылжымаған дейді. Енді тұрғын үй кімге беріліп жатқан Айбек Қосуағұлы жоғарыда айтып өтті. Ал кезектің жылжымауына қатысты не айта аласыз? Жылжымай жатыр дейді. Оны желі қолданушылар қайдан көре алады? Бізден ЖКХ-да барды кезекте тұр. Бұл барып егоптан да шығарып алуға болады, өздері интернеттен кезектен көреді. Бірақ енді бұл кісі қазір бюджетте тұрса, бюджеттің кезегінде тұрған болса, бюджетпен, онда ол кісінің кезегі жылжымайды. Себебі біз бюджеттің тұрған кезекте тұрған адамдарға биыл үй берген жоқпыз.
Және біздің ауданда осы 4-5 жылдың көлемінде үй салып берілген жоқ. Сондықтан осы міне биыл бастап кеше 80 пәтерлік үйдің кілтін бердік. Бюджеттік үйді кезекте тұрса, ол оның кезегі жылжымайды әзір. Ал осы бюджет бойынша кезекте тұрған азаматтарға қашан енді жоспар? Енді келесі жылға біз енді сол үй салайын деп отырмыз, 72 пәтерлік. Сосын енді мана басында да айтып кеттім, НКО-ның мына инвестициялар программасына байланысты 100 пәтерлік жатақхана салайын деп отырмыз. Бұл жерде жатақхана деп біз бұрынғы жатақхана деп қалған, үйреніп қалғанбыз. Бұл жерде жатақхана бәрі де 2 комнатты үй, 3 комнатты үй бар арасында. Мына туалет дейміз, ванна дейміз, бәрі ішінде, бұрынғыдай ортақ емес, бәрі қазіргі үй сияқты. Бірақ енді тек атауы жатақхана. Сонымен де көптеген бюджетный тұрған кезекте тұрған адамдарды қамтамасыз етеміз деп есептеп отырмыз. Рахмет. Руслан Бейсенбиев, ассалаумағалейкум, Аташқа су тартам екен дейді. Аташқа қазір су тарту мәселесі бойынша біздер проектісін қазір жасап жатырмыз. Бұрынғы жасалған проектінің қазір сұрау өтіп кетуіне байланысты кезінде қаражаттың болмай, қазір біз енді соны корректировка дейді, проектіге жасап жатырмыз. Құдай қаласа осы проектісі біткеннен кейін су тарту мәселесін қолға аламыз. Биыл бітіреміз деп отырмыз проектісін. Жаслан Мұхан, 2 ұсынысым бар дейді. Ақкетікте көп қабатты үй салуға қолайлы 2 жер орынмен мұңдалап тұр. Біреуі ескі автобаза, екіншісі Абдықалықов көшесіндегі Ақкетік сауда үйіне қарама-қарсы бизнес-инкубатор жанындағы үлкен жер орын. Жекеменшікке өтіп кеткен. Алайда жер игерусіз құр босқа тұр. Аталмыш 2 жер орынға бірнеше көп қабатты үйлерді балалар ойын алаңымен салуға болады. Барлық инфрақұрылым қарастырылған. Тоқ, су, көгілдір отын құбыры дәл қасында жүріп тұр. Қателеспесем, кәріз құбыры да болу керек сол маңда. Егер бұл ұсыныс құпталып, жер орнының иелерімен белгілі бір келіссөздер жүргізіліп, зәулім үйлер салынса, баспанаға мұқтаж жандардың тілеуі орындалар еді. Бұл ұсыныс дейді. Әрине, өте орынды ұсыныс. Ол жерлерді біліп отырмын қазір. 2 жерде ол жекеменшік кезінде жекеменшікке өткен, адамдар алып алған, бірақ жаңағы автобаз жақтағы жерде де, мына жерде де, мына Ақкетік дүкенінің қарсысындағы да бұл жер екеуі қоршаулы тұр, бірақ ештеңе салынбаған ішіне. Бұл ұсынысты құптап қабыл алып, ол бас иелерімен сөйлесіп, егер де иелері келісетін болса, біз ондай неден қашпаймыз, ол жерге дұрыс ұсыныс деп қабылдаймын. Ақмарал Жумагазиева, жаңа сұрақ қойған желі қолданушысы. Жауабыңызға рахмет. Ертең мені қабылдауыңызды сұраймын. Бірнеше рет бардым, кіргізбеді. Ертең сізбен кездесейін, қабылдаңызшы дейді. Бірнеше рет келгенде, біз өткенде карантиннің кезінде шектеу қойдық, ол рас. Бірақ енді мен осы карантин ашылғаннан бері қазір қабылдау күндерімді өткізіп жатырмын. Осы кеше 20-сынан кейін, 17-сінде карантин ашылғаннан кейін, 20-сынан кейін мен уже қабылдауды бастап 25 адамды қабылдадым. Бұйыртса, мен ертең Ақшұқыр сайын ауылында өзімнің кезекті ертең жиналыстарым бар. Подрядчик мекемелермен тағы халықтың ұсыныстары бар, соларға ертең жоспарлап қойдым. Ақшұқыр сайында кешке дейін маған бірінші күні сағат 11-де хабарлассын, келсін. Жалпы қабылдау күндеріңізді айтып өтсеңіз. Мен қабылдау күн дейтін менде жоқ, мен постоянно келем дейтін адамға есігім ашық. Жақсы, рахмет. Баутина кентіндегі бұрынғы Баута су тұщыту зауытын қайтадан іске қосу жоспарда бар ма дейді. Ол мәселеге жауап бердім ғой мен жаңа. Мұхтар қызы Орынгүл, сәлеметсіз бе, кешірерсіз. Түпқараған ауыл әкімі мұрын жырау көршісінде өз әкемнің мамасының үйі бар еді. Соны кім өртеп кеткен білмеймін. Тұрғын үйді өртеп жіберген екен. Сол жерімізді Телман ауылына немесе Ақшұқыр ауылындағы жерлеріне ауыстырып береміз делінген екен. Әкім тарапынан айтқан екен. Ауыстырып бермейсіздер ме заңдастырып? Сіздің алдыңызға барып осы сұрағымызды шешіп бермейсіз бе дейді. Енді әкім уәде берді деп мен уәде берген ештеңем жоқ бұл кісілерге, бірақ келсін, мен сөйлесіп көрейін. Енді мұрын жыраудың бұрынғы үйінің орны бұзылып, орнына үлкен музей салынды, қазіргі заман талабына сай. Бірақ енді соның қасында деген үй деп отырға өртеніп кетті деп. Келсін, сөйлесейін. Ерлан Кажбаншаев, ассалаумағалейкум, ауыл шаруашылық мәселесі бойынша не айта аласыз? Ауыл шаруашылықты одан әрі қарай дамытуға қандай жоспарларыңыз бар дейді?
Біздерде қазір ауыл шаруашылығы бойынша қазір осы аудан бойынша 317 қожалық, жеке қожалық бар, ауыл шаруашылығымен айналысатын. Оның 286-сы мал шаруашылығымен, 38-і егін шаруашылығы, 31-і егін шаруашылығымен, сосын 3 үлкен жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар, мал шаруашылығымен айналысып отқан. Соның енді біздер осы сұраныс көп, жер мәселесі жөнінде, жер алып өзімнің шаруашылығымды ұйымдастырам дейтін адамдар бар. Соларға қазіргі таңда біз өзіміз ұсыныс жасап, қазір конкурсқа жерлерін шығарып жатырмыз, өздерінің сұранысы бойынша. Сосын енді біз іргемізде Қызылөзен дейтін ауыл бар. Қызылөзендің Қараған Төбек дейтін жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Біздің ауданның көптеген жер бөлігі сол Қараған Төбек дейтін жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарайды. Осы Қараған Төбектің директорымен келісім жасап, біз қазіргі таңда 50 гектар жер алып жатырмыз Сәубет жерінен. Ол жерде бірақ енді ауыл шаруашылығын дамыту болғанда біз егін шаруашылығын дамытқымыз келіп отыр. Теплица шаруашылығын, жылыжайды. Сосын бау-бақша, ашық аспан астында егем дейтін болса, біз қазір ұсыныстарын қабылдап жатырмыз. Ол жерде 50 гектар агрозона дейтін себебіміз, біз ол жерге жерді алып алғаннан кейін 50 гектарға біз инфраструктура дейді ғой, газын, тоғын, суын бәрін дайындап беруіміз керек. Сосын оны бөлеміз, 10 гектар жерге теплица, 10 гектар жерге бау-бақша деген сияқты сондай өзіміз егін шаруашылығына сондай демеушілік көмек жасайын деп жатырмыз. Құжаттар рәсімделіп жатыр, қол қойылды екі жақ келісімге. Енді мал шаруашылығы бойынша қазір енді жер тапшылығын айтып жатыр, бірақ енді біз қолымыздан келгенше көмегімізді беріп жатырмыз. Ары қарай енді мал шаруашылығын дамыту дейтін енді қазір өте дұрыс мәселе. Біз қолдан келгенше қолдаймыз ауыл шаруашылығымен айналысам дейтін адамды. Оның енді әртүрлі мәселесі бар. Оның айналысам дейтін адамның отыратын жері керек, оның құдығы керек, оның басқа да әртүрлі жағдайлар керек. Соның бәріне біз келген адамға қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Осы орайда мемлекеттік бағдарламалардың сіздің ауданда жүзеге асуы қалай? Мысалы, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бар. Кәсіпкерлерге қандай жеңілдіктер қарастырылған? Енді кәсіпкерлерге қазір біздерде мына микроқаржы дейді, мына қазір біздің ауданға 110 миллион теңге біздің өзіміздің 20-шы жылға жоспарымыз бар. Сол 110 миллион теңгенің қазір біз 68 миллион теңгесін игердік. Себебі бұл жерде кәсіпкерлерді микроқаржы арқылы жаңағы әртүрлі өзінің проектісіне байланысты мына фонд арқылы, ауыл шаруашылығын қолдау фонды арқылы үкіметтен беріліп жатқан қаражат. Ол жерде 6 миллион, 4 миллион, 3 миллион әркімнің өзінің проектісіне байланысты қазір шағын кәсіпкерліктерді ашуға жұмыстанып жатырмыз. Біздерде қазіргі таңда сол жағы 64 миллионды қазір 10-ның үстінде адам қазір өзінің кредит несиелерін алды. Кәсіпкерлер, шағын кәсіпкерлікті айналысам деушілер өздерінің проектісімен. Сосын енді мына шағын кәсіпкерліктердің әртүрлі бағдарламасы бар. Жаңа біз енді мына өздерінің курстары бар оқитын. Енді қазір енді сол курстар арқылы да көптеген адамдарды қазір курстан өткізіп жатырмыз. Олар да өздерінің бағдарламасы арқылы, бағдарлама арқылы өздерінің проектілерін қорғап, болашақта осы микроқаржы арқылы біздер көмектесеміз алып беруіне, барлық құжаттарын рәсімдеуіне. Рахмет. Мұхтарқызы Орынгүл, Әсем ханым, әрине сәттілік тілеймін дейді. Рахмет сізге. Бека Оразбаев, таушыққа су нашар, қысымы жан-жаққа жетпейді дейді. Бұл сұраққа Айбек Қосуағұлы жауап берді. Тікелей эфирде міндетті түрде сақтаймыз. Артынан сұрағыңыздың жауабын көрсеңіз болады. Нұрлыбек Қазақ, Айеке сәттілік іскер азаматсыз дейді. Азаматтық құқық Байбатырова Айнагүл Бектұровна дейді. Қайырлы күн. Сайын Шапағатов атамыздың 80 жылдығына арналған шаралар қалай өтеді екен дейді. Сайын Шапағатов ауылының қазіргі таңда 80 жылдығы ол кісінің аталып өткенде енді пандемияға байланысты кідіріп қалды. Осы кеше жақын арада облыс әкімінің тапсырмасына байланысты сол кісінің 80 жылдығын атап өту мақсатында біздер Сайын Шапағатов мектеп гимназиясының алдына біздер Сайын Шапағатовтың кеуде мүсінін орнатқан болатынбыз. Сосын ішіне сол кісінің музейін жасатқан болатынбыз. Енді жоспарда
үлкен облыстық дәрежеде де үлкен құрметті бір мерекелік шара өткіземіз деп жоспарлаған болатынбыз жыл басында. Бірақ енді қазіргі ахуалға байланысты ол мәселе кідіріп қалды. Осы қыркүйек айының 18 күні сол жерден Сайын Шапағатовтың сол кеуде мүсініне мектептің барып музейін ашуға облыс әкімі тапсырма берді. Бұйырса сол уақытта біз атап өтеміз. 18 қыркүйек күні. Иә, шағын адам мен азғантай енді облыс әкімінің қатысуымен. Нұрлыбек Адеков, ассалаумағалейкум, Айбек аға, іскер азаматсыз, жұмысыңызға сәттілік тілейді. Амин. Ринат Нұржанов, қайырлы күн, менің сұрағым 2020-2021 жылдары жастарға қандай көмек көрсетіледі? Соны айта өтсеңіз, алдын ала рахмет дейді. Жастар тарапынан сұрақ болу керек, өте өзекті деп ойлаймын. Жастарға қандай бағдарламалар бар? Енді Қандай көмек көрсетіледі? жастарға қазір енді біздерде ауданымызда көптеген жастардың жастар орталығы бар. Сол арқылы коворкинг орталықтары бар жасалған. Сол арқылы енді біздер жастарды орталықтар арқылы жұмыстанып жатырмыз. Қазіргі таңда ол жерде өзінің жастардың орталығының басшысы тағайындалған. Бұл жерде енді 21-22 жылға жастарға қандай көмек деген мәселеде біз өз тарапымыздан жастарды қолдау көрсетеміз. Енді қазіргі таңда жастарымыздың биыл енді 2020 жыл мына волонтерлар жылы деп президентіміз атады. Өткенде бұл енді көптеген жастарымыз осы кеше пандемияның кезінде де үлкен өздерінің көмектерін көрсетіп жатыр. Ол өзіңізге мәлім. Осы жастардың арқасында көптеген әртүрлі шаралар өткізіліп жатыр. Біздің осы форттың басынан да біздерге қазір жастар келіп жатыр. Себебі әртүрлі кәсіпкерлікті, әртүрлі өздерінің проектілерін, өздерінің ұсыныстарын білдіріп жатыр. Біздер соған қолдау. Біреу енді мен жаңағы хореограф биден өткізейін деп едім. Осындай бізге осындай нет зал болса дейді. Біреу кеше бір жастарымыз келді. Біздер өзіміздің мына өнім жөнінде біз бір дүкен ашайын деп едік, соны жасайын деп едік. 3-4 жас жігіт болды деп, оларға да көмектесіп соны аштырып бердік. Сондай енді өздерінің ұсынысымен келген жастарды біз далаға қалдырып жатқан жоқпыз. Қолдан келген көмек жасап жатырмыз. Егер де өзінің ойы болса, өзінің сондай іске асырайын жүрген жоспары болатын болса, келіп бізбен ақылдасып, әртүрлі бағдарламалар арқылы көмектесуге дайынбыз. Азаматтық құқық Байбатыров Айнагүл Бектұровна, дипломмен ауылға бағдарлама бойынша үй алу қаражатына құжаттар тапсырсақ бола ма дейді. Енді дипломмен ауылға дейтін мәселеде бұл жерде мысалы мектептерде біздерде жыл басында заявка болады. Мысалы әртүрлі мамандық бойынша сұраныстар болады. Сол сұраныс бойынша мысалы біреуге математика, біреуге қазақ тілі, біреуге орыс тілі сияқты әртүрлі сұраныстар болады. Сол сұраныстар арқылы біз ұсыныс береміз. Сол ұсынысқа мектеп директорына келген адамды жұмысқа қамтамасыз етеміз де, сол заявка бойынша біз қаражат қарастырып, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша қаражатын береміз. Егерде сондай ұсыныстарға егерде тіркелген болатын болса, келетін болса, біз көмектесеміз. Биыл да осы көптеген адамдарға өзіміздің көмегімізді тигіздік. Қазір құжат тапсыруға бола ма, сонда әлі кеш емес пе? Қазір тапсыра беру керек. Қазір тапсыра беруге болады. Гүлсім Рамашева, сәттілік, ауданда жылу бар дейді. Баутин мен қала арасын қосуға қалай қарайсыз? Енді Баутин мен қала арасын қосат дейтін мәселе енді оның бәріне үлкен қаражат керек. Бұл енді екі елді мекеннің арасын қосуды сұрап отқан сұрақ шығар енді. Солай болу керек. Ол енді ол жерге инфраструктура керек, ол жерге үлкен жоба керек. Екеуінің арасы 2-3-4 километрге дейін қашықтығы бар, былай қарағанда. Ол жер пока бізге жоспарымызда жоқ. Мұхтар қызы Орынкүл, көп рахмет, сұрағымның жауабын алдым, Алла разы болсын дейді. Сізге де рахмет. Ағырыс Істілеуова, сәлематсыз ба? Жаңа кетік қашан жаңарады? Жол жоқ, жарық жоқ, қоғамдық көлік сірә жоқ, балалар ойын алаңы 6-шы кварталда біреу ғана, ортақ. Қашан жаңа Ақкетікке көңіл бөлесіздер дейді.
Енді кей сұрақтарға мына жерде жауап бердіңіз. Енді жаңа кетік мәселесі бойынша, жол мәселесі бойынша айтылды. Бұл жерде жарық жоқ дейтін мәселеге мен таңғалып отырғаным. Бұл жерде енді жарық бар, жарық тартылған жаңа кетікке. Енді мына қоғамдық көлік мәселесі қиын, әрине қоғамдық көлік қалай жүреді? Ол егерде жол төселіп, остановкалар аялдамалар салынған жағдайда ғана қоғамдық көліктерді жүргізе аламыз. Қазір жаңа айтқан, енді осы жолын бітірсек, жаңа кетіктің ішінде қоғамдық көлік жүргізуге толық мүмкіндік бар. Нақты жауабымды алдым. Сіз сияқты тәжірибелі әкімдер көбейе берсін, Алла разы болсын дейді. Рахмет сізге, Ерлан, жауап қатқаныңызға. Бекболат Аса, Баутина кенті Қошақбаев көшесінде балалар ойнайтын алаң қашан салынады екен? 5 жыл болды, бұзып тастағанына жаңарып саламыз деген. Соны назарға алып, бітіріп берсеңіз жақсы болар еді. Сеніммен Баутина тұрғыны дейді. Біз енді осы мәселемен мен бардым, бұл жерде барып көрдім. Сосын енді мана айтқан кәсіпкерлер арқылы біздер ақша бөлгізіп, қаражат бөлгізіп, сол жерде бастайтын уақытымызда, бұл енді біздің Баутин ауылы көбіне инвестор компаниялардың инвестициясы, демеушіліктермен көптеген қолдау тауып жатады. Соның біреуі мына Теңізшевройл ТШО дейтін мекеме, солар өздері ауыл әкіміне келіп, сол жерге ұсыныстарын айтып, біз осы жаңа айтқан Қошақбаев көшесіндегі осы жердегі біз спорт алаңы мен балалар алаңы екеуі қосылып тұр бірге. Бірақ кезінде сол енді ескірген, тозған, сосын алып тастаған енді темір-терсектерін бәрін. Сол жерде біз өзіміз жаңғыртып береміз деп өткенде ұсыныс берген. Сосын біз қолдадық. Енді осы жақын арада да мен сөйлестім. Осы алдыңғы осы 2 аптаның жобасында болу керек. Осы келесі аптаның аяғы бола ма? Біздерге толық сол жерге кететін балалар ойыны мен футбольный площадканың түгел материалдарын алып береді. Бірақ өзіміз құрастырамыз. Ауыл азаматтары егерде құрастырамыз, атсалысамыз дейтін азаматтар болса, біз сол жерге шақырамыз. Рахмет. Дамир Қылышев, ассалаумағалейкум Айбек аға, керемет, өте орынды, Алла разы болсын дейді. Есенжан Каргабаев, ассалаумағалейкум, Астана көшесіне су құбыры 2018 жылы жүргізілді. Бірақ осы күнге дейін су келген жоқ. Астана көшесіне қашан қосылар екен? Еңбегіңізге үлкен сәттілік тілеймін. Енді Астана көшесінде су құбыры тартылды, су келмей тұр дейтінге мен енді таңғалып отырмын. Неге ол бағытқа су? Біздер ол жерде көптеген үйлер бар, су барып тұр. Енді ол жеке үйдің бір азғантай жаңағы линиясының бойынан тауып тұрған қателік болмаса, мен бұл мәселе жөнінде толық несі болса, үйдің адресі болса, мен осы қазірде адам жіберіп тексерте аламын. Есенжан Қарғабаев, тікелей эфирде болсаңыз, сұрағыңызды нақтылап, қай үй, қай нөмірін жазып жүрсеңіз, әкім мырза қадағалайын деп отыр. Гүлсім Рамашева, ашық әкімдік сағаты жақсы өтіп жатыр. Ауданның дамып, оның жетістіктері айнадай көрініп жатыр. Төте сұрақтар ұтымды жауап жүріп жатыр. Ауданның өркендеуіне, ауданның деп жазғысы келген болар, ауданның өркендеуіне бейжай қарамайтыны қуантады дейді. Бота Атшыбаева, сәлеметсіз бе Айбек Қосуақов аға, ісіңізге сәттілік тілеймін. Халқыңа өте жақын әкім бол, Маңғыстау ауданынан қарындасың дейді. Талшын Қошкелдиева, жұмыстарыңызға сәттілік, сұрақ қойсақ жедел түрде жауап алып отырамыз, баспасөз қызметіне де рахмет дейді. Рахмет сізге, Талшын. Айнагүл Бектұрғын, Айбек Қосуақұлы, жауабыңызға рахмет дейді. Ашық әкімдік форматында ұйымдастырып жатқандарыңызға рахмет. Әсем ханым, халық ашық сұрақ қойып жауап алып жатқанына дән ризамын дейді. Сіздерге де рахмет, осылай белсенділік танытып жатқандарыңызға. Гүлмира Амалбайқызы, сәлеметсіз бе? Ақшұқыр, Шапағатов ауылдарының жұмыссыздық мәселесі қалай шешілуде? Ашылатын құс фабрикасында қанша жұмыс орны ашылады? Және мамандары қалай дайындалуда дейді. Енді қазіргі таңда ауданда біздің жұмыссыздық мәселесі бар. Бұл енді жасыратын мәселе емес. Соның үстіне осы пандемияға байланысты көптеген жұмыстар тоқтап қалды. Соның әсерінен де жұмыссыздық мәселесі туындап отыр. Осы наурыз айынан бұрын, осы ақпан айында біздер карантиннен бұрын көптеген осы біздің Түпқарағанға байланысты жерінде орналасқан мұнай компаниясы, басқа да компаниялардың бәрін шақырып, біздер көбімен меморандум жасаған болатынбыз. Осы ауданнан әр компанияның өзінің жағдайына қарай
жұмыспен қамтамасыз ету жөнінде. Мысалы, Қаражанбас компаниясына біздер меморандум жасадық, 20-25 адам жұмыспен қамтамасыз ету, Бозаш оперейтингке де 15-20 адамды қамтамасыз ету. Сондай сияқты ірілі ұсақты компаниялардың бәріне меморандум жасап қойғанбыз. Бірақ енді кешегіндей қиын жағдайда ол компанияларда өздерінің адамдарын 30%-ға, 70%-ға әртүрлі демалыстарға жіберіп, жұмысқа адам қабылдай алмай қалды. Бұл мәселе, жұмыссыздық мәселесі бар. Енді екінші мәселе Ақтау Агро құс фирмасы, осы жаңа айтып кеттім, жоғарыда қараша айында жұмысқа іске қосылу керек. Ол егерде толыққанды жұмысқа қосылған жағдайда 100 адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Оның енді 100 деп отқан себебім, енді біздің осы Түпқараған ауданында орналасқаннан кейін шамамыз келгенше біз енді сол адамдарды орналастыруға жұмыстанамыз. Бірінші кезекте жұмыссыздықпен тізімде тұрған азаматтарды. Сосын енді оның үстінде 100 деп отқаным, ар жағында 120 болар, 130 болар, ол ар жағында өздерінің специалистерін алып келеді. Біздерге бұл жерге қазіргі таңда біздерге мынандай маман керек деп айтып жатырған жоқ. Ол жерде алып баратқан қатты құс фабрикасында завод емес, жаңағыдай қиын жұмыстарды сұрайтын, оқу керек дейтін. Бірақ енді жаңа айтқан шамамыз келгенше сол Түпқараған ауданынан жұмыссыздықтың есебінен жұмысқа орналастырамыз. Біздің қазіргі сұрап айтып отырғаны 100 адамды жұмыспен қамтамасыз етеміз деп отыр. Жалпы Түпқараған ауданында жұмыссыздық тізімінде тұрған қанша адам бар? Енді жұмыссыздық тізімінде тұрған адам біздерде 300-ге жуық адам жұмыссыздық тіркемінде тұрды. Бірақ енді біз кеше жол картасы, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында біздің Түпқараған ауданына 5 миллиард 500 мың теңгедей инвестиция республикалық бюджеттен қаражат берілді. Бұл көптеген жаңа айтқан Сайын, Ақшұқыр ауылдарының жолдары, сосын енді мына Ақшұқыр, Сайын, Форт Шевченко теңіз жағалауының абаттандыру жұмыстары, сосын енді мектептердің капремонттары, әртүрлі бағытта көптеген, сосын мына Сайын ауылының 6-шы кварталының газын аяқтау жөнінде көптеген қаражаттар проектілер бойынша берілді. Сол проектілерге біздер жол картасы жұмыспен қамту болғаннан кейін біз жұмыссыздықты қамту мәселесі бірінші кезекте тұрды. Енді біз қазір сол кезде жұмыссыз жүрген, бұрынғы тіркелмей жүрген адамдар тіркелді жұмыссыздыққа. Сонымен қазіргі таңда біздерде 500-дің үстінде жұмыссыздық тіркеулі тұр. Бірақ ол қазір барды көбі уақытша, соның енді почти 80%-ы мына уақытша жаңа жол картасы бағдарламасы арқылы жұмыспен қамтамасыз етіліп отыр. Жәнібек Қожық ағамыз 3 сұрақ жолдапты. Бірден оқып кетейін. Бірінші сұрағы: Форт Шевченконың атын өзгерту керек деген ұсынысқа қалай қарайсыз? Екінші сұрағы: теңіздегі аралдарды туризмге айналдыру қажет. Үшінші: шағын балық зауытын салуға мүмкіндік бар ма? Айбек інімізге жұмысына сәттілік, абырой тілеймін дейді. Рахмет. Енді бірінші сұрақ бұл Форт Шевченконың атын өзгерту дейтін мәселе ғой. Енді бұл Форт Шевченконың атын өзгерту мәселесі, ақ кетік деп атын өзгерту дейтін біздің осы ауданымыздың тұрғындарынан көптеген ұсыныстар түсуде. Бірақ енді бұл ауыл емес, болмаса көше емес, бұл үлкен бір қаланың атауы, бұл және тарихы өз алдына бөлек. Форт Шевченко қаласының. Енді бұл мәселені жан-жақты талқыладық біздер. Әлде осы өңіріміздің, Маңғыстау облысымыздың бұл енді барлығына ыстық Форт Шевченко қаласы, барлығы да білет. Сондықтан көбі осы мәселе туралы ұсыныс айтып жүр. Біз бұл мәселені біздің қолымызда емес. Біздің ұсынысымыз облысқа ұсыныс береміз. Облыстың маслихат арқылы бұл республиканский президент аппаратынан шешілетін мәселе. Сондықтан әлі біз толыққанды бұл мәселені пісіре алмай отырмыз. Жалпы ұсыныс бар. Біздер де өз әлімізше қазіргі таңда түсінік жұмыстарын айтып, қалай жасаймыз, қайткенде қалай болады дейтін жан-жақты қарап алмасақ, біз ысылай барып ұрынып қалып, ертең басқа мәселеден де айырылып қалуымыз мүмкін. Себебі былтырда мәселе болды. Біздің Форт Шевченконың қала статусын алып тастау керек дейтін мәселелер туындады. Біздер мына аудандық маслихаттың хатшысы, төрағасы Айгүл Сәрсенғалиқызы бірігіп отырып, біз облыс, сенат депутаттары, парламент депутаттарына хат жолдап арқылы біз қазір қаланың статусын қазір өз күйінде сақтап қалдық. Енді осы мәселені бойынша біз ақ кетік деп ауыстыруды ұсынып жүр. Жәнібек ағамыздың өте орынды сұрағы. Бұл болашақтың еншісінде.
Екінші мәселе, біздерде қазір мына 10 жыл сайын болатын ұлттық санақ келе жатыр. Осы пандемияға байланысты кешіктіріліп жатыр. Бұл ұлттық санақтың кезінде, ұлттық санақ болардың алдында дайындық жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде бұл атау өзгерту, көше атауын беру, ауыл атауын өзгерту дейтін мәселе қазір тоқтап тұрған мәселе. Бұл енді болашақтың еншісінде. Енді екінші сұрақ бойынша жаңағы бізде теңіздерде аралдар бар. Біз осы қазір Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қаласының маңы көптеген ашық аспанда астындағы көптеген мұражайлар бар. Атап айтатын болсақ, мына шетінен бастасақ, Шақпақ ата, Сұлтан Епе, Тамшалы, Жығылған, мына Саура, көптеген жерлер бар. Сол жерлер, сосын бұл құрлықтағы жерлеріміз. Сосын енді теңізде бірнеше аралдарымыз бар. Мен қазір осы 2 айдың жобасы болды. Алматы қаласынан осы туризммен шұғылданып жүрген бір адамдармен кездесіп, солар қазір концепциясын жасап жатыр. Бұл жердегі мақсатымыз құрлықтағы эко-туризм дейді. Мысалы, мына келген туристерді күтіп алу, оларды маршрут бойынша жаңағы визит орталықтар арқылы көрсету біздің құндылықтарымызды. Сосын аралдың ішін аралға апару, маршрут жасап, сол аралдардан әртүрлі жаңағы судың ішінде жүретін, шармен аспанға ұшып, судың ішінде жүретін әртүрлі нелерді көрсетіп, сондай жағдайлар жасау бойынша біз қазір концепциясын жасап жатырмыз. Жәнібек ағамыздың үшінші сұрағы, шағын балық зауытын салуға мүмкіндік бар ма дейді? Шағын балық зауытын салу бойынша осы күні кеше маған келіп кетті азаматтар өздерінің ұсыныстарымен. Бұл кісілердің ұсыныстары теңіз жағасынан, мына қазір бізде балық аулаушылар көп, лицензиямен солардың балықтарын қабылдап алу пунктін жасау бірінші очередте. Сол жерден сосын балықтың филесін алып, жаңағы етін алып, обработка жасау, полный қазір мына атқотсыз балықты жасау жөнінде завод салайын деп жатыр, ұсыныс білдірді. Мен кеше өзіміздің тарапымыздан жерін, жаңағы айтқан тоғын, газын бәріне көмектесем деп уәде бердім. Олар енді қазір проектілерін жасап жатыр. Бұл жерде балықтың барлық өнімін алып, қалған атқоттарынан балықтың ұнын жасаймыз деп, барлығы оборудованиесімен бәрі келісулі. Шағын завод жасаймыз деп кеше келіп менімен келісіп кетті. Есенжан Каргабаев, Астана, жаңағы сұрақ қойған желі қолданушысы, Астана көшесінің барлық үйлерінде жоқ. Астана 36/2 дейді. Рахмет деп жазыпты. Жақсы, мен қазір звондаймын, қазір барады адамдар. Гүлмира Амалбайқызы, Тамшалы, Жығылған деген Маңғыстаудың керемет жерлеріне Форт-Шевченко арқылы өтеді. Бірақ ауылдан сол жаққа қарай бұрылыста ешқандай белгі жоқ. Туристер көптеп жүреді, сол жағын қарастырсаңыз дейді. Әрине болады. Еркебұлан Фиг, Ақшұқыр, Тельман елді мекенде жерге кезекте тұрмыз. Қашан және қай кезде беріледі? Біз енді Ақшұқыр ауылының Ақшұқыр 2 дейтін мына аэропорт жағынан қазір жерге біз инфраструктураларын жасап жатырмыз. Газын тарттық, суын тартып жатырмыз, бұйырса тоғын тартабамыз. Егерде біз сол мәселелер шешіп алмай халықты қоныстандыратын болсақ, ол өзімізге ауыр тиеді, себебі халық барғаннан кейін жағдайын жасауымыз керек. Сондықтан біз бірінші сол мәселелерді жасап аламыз. Биыл соның бәрін аяқтасақ, келесі жылдан бастап жерді беруге біз дайындалып жатырмыз. Бибігүл Рамазанова, Айбек Қосуақов, үнемі есігі ашық, халыққа жақын әкім, тек сәттілік. Барлық аудандарға бизнесмендерді әкім қылу керек деп ойлаймын дейді. Рахмет пікіріңізге. Гүлмира Амалбайқызы, меморандумның заңдылық күші жоқ қой дейді. Бұл жаңа құс фабрикасына қатысты болу керек. Жұмысқа адам қабылдау мәселесі ғой енді. Бұл енді меморандумның заңды күші әрине біз екі жақты келісім, себебі олар біздің Түпқараған ауданының жерінде отырып бізге тіркелгеннен кейін біз олармен тығыз байланыста жұмыстамыз. Сосын енді ол меморандумның егерде толыққанды осы пандемиядан, карантиннен біткеннен кейін толыққанды олар өздерінің жұмыстарын шыққан жағдайда біз әлі де ол мекемелермен, компаниялармен келісімге барамыз. Қуаныш Сатимов, Аташ көше жарығы өте нашар. Отарбаев Талғат дейді.
Аташ Баутүйін порт жалпы көші жарығы нашар. Біздер қазір бір институт, энергоизбережение дейтін үлкен институт бар. Сол институт бізге келіп, осы Қазақстан бойынша бір 13 елді мекеннің өздерінің проектісі бойынша бұлар дүниежүзілік банк арқылы осы энергоизбережениемен айналысады. Солардың инвестициясы арқылы дүниежүзілік банктың. Сол институтпен біз Маңғыстау бойынша біздің Форт Шевченко қаламыз сол институттың инвестициялар программасына кірдік. Осы жаңағы айтқан енді осы жыл басында біз бастап түгел ауыстыруымыз керек еді, түгел жарықтың бәрін. Бірақ енді осы кеше карантинге байланысты көптеген кешуілдеп қалды. Бірақ біз байланыста отырмыз. Олар уәдесін беріп отыр, біз биыл қалайда ол жұмыс жасаймыз деп. Егер де сол жұмыстар біз жаңағы Всемирный банк дейді, солардың келісімін алып жатырмыз деді. Егер де солар ақшасын береді деп отыр. Сол проектімен ақшасын берген жағдайда біздер полный толыққанды Форт Шевченко Баутүйін жарықтарын ауыстырамыз. Ол жерге түспейді, жарығы шамалы екенін ол көріп біліп жүрмін өзім. Гүлмира Амалбайқызы, мүжәлсіз отбасылар АСП алатын отбасыларды мүлдем болдырмауға қандай шаралар жасалынып жатыр дейді. Сұраққа түсінбедім. Мүжәлсіз отбасылар АСП алатын отбасылар бар ғой ауданда. Иә. Соларды мүлдем болмау үшін қандай шаралар жасалып жатыр дейді. Енді олар мүлдем болмаған жағдайда, ол енді тіршілік болғаннан кейін әркімнің әртүрлі жағдайлары бар. Қазір енді жаңағы айтқан өзінің мысалы жан басына шаққанда өзінің айлық табысы жетпейтін болған жағдайда біз енді үкіметтен бөлініп көмектесіп жатқан көмек ақша бұл. Сондықтан енді оны біз толыққанды бәрін 100% жою үшін үлкен қаражат керек үкімет тарапынан. Ондай қаражатты қазір көмектесіп жатыр, қолдан келгенше үкімет өзінің жаңағы АСП арқылы. Енді ол мәселеге мен енді жауап бере алмаймын қазір. Гүлсім Рамашева, бастама өте тамаша, жалғасын табуға тілекшімін, халық үніне құлақ асатын биліктің көрінісі деп білемін, рахмет дейді. Сізге де рахмет. Әділет Туметов, ауыл арасындағы канализация құбыр жүйесі қашан іске қосылады екен? Ауыл болғанда... Қай ауыл екен, яғни жерден нақтылап көрсетпепті? Әлде біліп отырсыз ба? Біз енді Форт Шевченко басында канализациясының құбыры тартылды, бірақ енді толыққан тартылған жоқ. Бұл мәселе бар, себебі ол құбыр жасалғаннан кейін іске қосылған жоқ. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Біз қазір енді КОС жұмысының проектісін қазір жасатып жатырмыз. Осы жылдың аяғына дейін КОСты шығаруымыз керек. Содан кейін сол канализацияларды КОСқа қосып, барып сол канализацияны жүргізуге жұмыстанамыз. Форт Шевченко қаласының. Ал енді ауылдық елді мекендерде біздерде қазір тек барлығы септік мәселесімен тұр. Канализация тартылған жоқ. Гүлмира Амалбайқызы, қателесесіз. Фабрикаға мамандарды оқыту керек. Кішкене фабрика деп отырсыңыз. Неге онда маманды басқа жақтан әкеледі? Мамандарды оқыту керек аудан азаматтарының ішінен дейді. Бұл жерде маманды басқа жақтан әкелейін деп отқан адам жоқ. Осы Маңғыстау өңірдің адамдары, мамандары. Ол шетелден басқа жақтан адам келейін деп отқан жоқ ол жерге. Еркебұлан Фик, жер қашан беріледі дейді. Нақты қандай жер, қандай тізімде тұрсыз сұрағыңызда? Бұл Еркебұланның мен сұрағына жауап бердім. Ақшұқыр ауылынан деді. Мен оны айттым. Ақшұқыр 2 келесі жылы бұйырса жер бастап береміз деп. Әділет Туметов, жер мәселесі бойынша мал шаруашылығына жер беріле ме екен дейді. Мал шаруашылығына жер беріледі. Өзінің ұсынысымен қай жерден шаруашылық ашқысы келсе, сол жерге біз конкурс арқылы жерді беруге дайынбыз. Ауыл шаруашылығымен айналысам деген адам болса, біз қолдаймыз. Қолдау бар дейсіз, иә? Бота Атшыбаева, аға, Шетпеде Ақжол мекемесінен жұмыс бар ма, үйден қатынап жасауға дейді. Енді Шетпедегі Ақжол мекемесіне мен жауап бермеймін ғой енді. Өмір Таңатар, жаңа кетікке асфальт жол және қоқыс жәшіктер қашан болады дейді. Асфальт жолды айттым. Қоқыс жәшіктеріне қазіргі таңда біз осы 7 миллион 900 мың теңге осы форт әкімшілігіне ақша қарастырдық. Қазіргі таңда сол біздің ауылымыздағы комхоз мекемесі сол жәшіктер жасап жатыр. Бұйырса 250 контейнер сол жаңа кетік жаққа қарай қоямыз дейтін жоспарымыз бар.
Гүлмира Амалбайқызы, Маңғыстау ауданының әкімі сияқты өте тамаша сұхбат болып жатыр. Іскер азамат екені көрініп тұр. Іске сәт дейді. Рахмет. Абылай Қожабек, Сайын ауылына қоқыс жәшіктер қашан қоясыздар? Жаңа ғана Айбек Қосуағұлов. Иә, осы біз енді жаңағы айтқан, біз қоқыс жәшіктеріне біздер осы үш ірі елді мекенімізге, Фортқа, Сайын ауылына, сосын мына Ақшұқыр ауылына жаңағы біз қаражатын қарастырдық. Әр ауылға 250-250-ден биылға жәшік қондыру жоспарда бар. Қазір Сайын ауылының әкімі айналысып жатыр. Бұлмен тоқтап қалмаймыз. Келесі жылда сондай қаражат бөліп ауылдың қоқысын шығаратын жәшіктерді көбейтуге жоспарларымыз бар. Нұркамал Аязбаев ағамыз, аудан орталығын Ақшұқыр немесе Сайын Шапағатов ауылына көшіру ұсынысына қалай қарайсыз дейді. Бұл енді Ақшұқыр Сайын ауылына қарай аудан орталығы біріншіден көшірілмейді. Екіншіден бұл біздің Форт-Шевченко қаламыз, ауданның орталығы, ескіден келе жатырған өзінің тарихи, үлкен тарихи мәні бар қала. Біз ол ауданды Ақшұқыр ауылға, Ақшұқыр Сайынға, Ақтаудың іргесіне қарай көшірген жағдайда біздің Форт-Шевченко қаламыздың жағдайын қандай жағдайда қалатыны ол белгілі. Сондықтан біз сол Форт-Шевченко қаласын аудан орталығынан ауыстырмаймыз. Ақтолқын Шағатаева, сәлематсыздар ма? Аудан әкіміне рахмет, халықты жаңа баспанамен қамтып жатыр, жарайсыз дейді. Жоғарыдағы энергия вентиляторы Форт халқына пайдасы бар ма дейді. Жоғарыдағы мына энергия беріп тұрған вентиляторлар бұлар Ақтау қаласы облысы орталығына беріп тұр. МРЭК мекемесімен келісілген, антимонополиямен өздері келісім арқылы сол МРЭК мекемесіне беріліп, сол арқылы облысқа беріліп жатыр. Ол тікелей Форт-Шевченко қаласына берілмейді. Нұрсұлу Қуандықовна, сәлеметсіз бе? Біз Батыршиев және Балдеков көше қиылысына көше шамын орнатып беруге 2018 жылы аудан әкіміне арыз жазғанбыз. Сол қанағаттанбады. Сізге барсақ қайта қарап қолға алып жарық орнатып берсеңіз. Міндетті түрде келсін, мен ешқандай көмектесем. Жақсы, рахмет Айбек Қосуағұлов. Біз тікелей эфирде міне бір сағаттан астам уақыттаймыз. 1 сағат 10 минуттай уақыт болыпты. Енді желі қолданушылардың тағы да сұрақтар болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Жалпы енді сіздің осы мемлекеттік қызметке дейін кәсіпкер болғаныңызды білеміз. Кәсіпкер болу оңай ма екен, әлде мемлекеттік қызмет, соның ішінде аудан әкімі болған? Қалай, қайсысы жаныңызға жақын? Әрине, енді кәсіпкер дейтін ол өзінің нәпақасын өзі тауып жүрген, кәсіппен айналысып жүрген азаматтар. Ол өз еркі өзінде қалай жұмыс жасағысы келеді, қалай ақша табудың, қалай халыққа көмектесудің жолдарын өзі шешіп, өзі шешім қабылдай береді. Бір адам ешкімге тәуелді емес дейсіз ғой? Ешкімге тәуелді емес. Қазіргі енді мен ұзақ жыл кәсіпкер болып жүрдім, және халықтың арасында жүрдім. Енді қазір мына мемлекеттік қызметке келгеннен кейін әрине ол енді бұл жұмыс елмен, халықпен жұмыс жасау керек. Халықтың өзім сол осы жұмысқа келерде осы халықтың жағдайын жасауға көмектесем, өзім сол халықтың ішінен шықтым деп өзім уәде бердім. Сондықтан қолдан келгенше халыққа көмектесу жұмыстарын жасаймыз. Енді айырмашылық жер мен көктей, әрине мына мемлекеттік қызметтің өзінің бағыты бар, өзінің заңы бар. Сондықтан үлкен жауапты қызмет. Жауапкершіліктің жүгі ауыр дейсіз ғой? Әрине. Желі қолданушылары тағы да сұрақтарын жазып жатыр. Гүлсім Ромашева, Форт пен Ақтау арасына қоғамдық көлікті ұйымдастыру мәселесі шешімін таба ма? Автобус мәселесі. Осы жыл басында мен осы жұмысқа келдім. Бұдан 8 ай бұрын, сол кезде бірінші мәселе халықтың қойған осы мәселе болатын. Қоғамдық көлік екі ортаға жүре ме дейтін. Бұрында да бірнеше рет ұмтылып жабылып қалған сұрақ екен. Мен осы келгеннен кейін осы айналысам дейтін кәсіпкерлерді шақырдым, кездестім. Олар уәделерін берді, жасаймыз деп, бірақ қолдарынан келмеді. Себебі қазір мына екі ортада жүріп жатқан такси бар, халық көп үйренбеген. Бұрыннан таксиге, жеңіл машинге үйреніп қалған, жеңіл көліктерге. Олар өздерінің бір емес бірнеше кәсіпкерге шақырып кездестім, бірақ бәрі де сол уәждерін айтып, бұдан біз тиімді пайда таба алмаймыз деп, енді кәсіпкер болғаннан кейін өзінің пайдасын да ойлайды. Сондықтан жасағысы келмей кетті.
Оны жасыратын жоқ. Қазір келем деген адам болса да біз көмектесуге дайынбыз. Қандай жағына да, кредит алып беру жағына да мен айттым, көмектесейік, қандай варианттарын қарайық, мына халықтың сұранысы дедім, бірақ енді кәсіпкерлердің жүрегі дауаламайды. Егер ниет берген кәсіпкерлер болса, біз қолдауға дайынбыз, иә. Мал шаруашылығына байланысты жер беруге конкурс қашан болады екен, қашан хабарласақ болады дейді. Біздерге өзінің шаруашылық ашам деген туралы өздері келіп ұсыныстарын беріп, өздерінің жаңағы қай жерде шаруашылық ашқысы келіп отыр, соның бәрін бізге келіп айтсын, арызын жазсын. Сосын біз конкурсты арыздардың жиынтығына қарап конкурстарын өткізіп отырамыз. Біздерде жер беру комиссиясы құрулы, сол жер беру комиссиясы арқылы шығарамыз. Қызылөзен ауылына спортзал, мешіт қашан салынады? Қызылөзен ауылына спортзал құрылысының проекті жасалып жатыр. Мына елімізге белгілі меценат азамат Самат Мусабаев ағамыз өткен жылдың басында, осы жылдың басында өзінің уәдесін берген болатын. Қызылөзен ауылынан мына көлікке құятын газ станциясын салып беру, сосын спорт комплексін салып беру жөнінде, ол енді қазір көлікке құятын газ мәселесі орналастырып шешімін тауып жатыр. Қазір енді ана спорт комплекстің проекті жасалып болып қалды. Осы биыл аманшылық болса бастағысы келіп отыр. Абылай Қожабек Ақшұқырдағы сонға электрондық очередь қою керек деп өзінің ұсынысын білдіріпті. Нұрсұлу Қуандықовна, Айбек Қосуақов, жұмысыңызға сәттілік, рахмет сізге дейді. Уайс Ерсайынұлы, Сайын Шапағатов ауылында қоқыс шығару ісі қашан жолға қойылады? Біздер енді Сайын Шапағатов, Ақшұқыр елді мекендерінде осы қоқыс мәселесі жөнінде үлкен мәселе бар. Бұл бірінші біздің қазір басты ауыртып отырған мәселе. Себебі мына аэропорттың өзінің радиусы бар, 15 шақырымға дейін айналасынан жаңағыдай қоқыс төгетін жерді жасамау керек. Полигон ашпау керек дейтін өздерінің заңы бар. Соған байланысты біз қазір жақын маңнан полигон аша алмай отырмыз. Қошқар атаның артында үлкен бұрыннан қордаланып қалған қоқыс бар. Оны да қазір біз тазалап жатырмыз. Біз сол үшін күнде ескерту алып отырмыз, және мына халыққа осы тікелей нені пайдаланып, әлеуметтік желімен шамамыз келгенше біздер қоқысты далаға тастамай, шама келгенше үйлерінің қасына шығарып қойса да алып кетуге жұмыстанамыз. Енді жаңағы уайсынымыздың сұрағына байланысты біздер осы Ақшұқыр ауылына қазір біз жұмысты бастап жатырмыз. Енді Сайын ауылына көшеміз, себебі ТО амандық дейтін мекемемен келісіп, ол кісілер қазір халықпен келісім шарт жасап жатыр. 350-дің үстінде үй жинады қазір. Ол халықтың көшеге контейнерлер қояды, соған мусорын салса, ол кісілер өздері алып кетеді. Сосын ол жерде бір адамға 170 теңге мекен, айына 170 теңге төлейтіні. Егер адам басына, егер де көп балалы ана сондай болатын болса, өзінің жеңілдіктері бар, мүгедектерден ақша алмайды. Бірақ жаңағы контейнерлерге салып тұрса, мусорды өздері техникалармен, өздерінің күштерімен алып кетіп, мусорға өздері төгеді. Тек біздің халықтан сұрайтынымыз соған келісіп, бұлар сосын жаңағы енді былай қарағанда көп қымбат емес деп ойлаймын, өздерінің күшімен өздері жұмыс жасайды. Рахмет. Алибек Төлепбергенов, Ақшұқыр ауылы Бекжанов көшесі ген планға кіргізіле ма дейді? Газ су жүйесі. Бекжанов көшесі, Ақшұқыр ауылы. Енді біз Ақшұқыр ауылының Бекжанов көшесінің біздер ана қазір Байтақ арқа дейтін проектісі жасап жатыр. Қазір проектіге кірді, газы, тоғы, несі тартылмаған жерлер болса, қазір полный Ақшұқыр ауылын келесі жылға жоспарлап отырмыз. Рахмет. Мына жерде желі қолданушылардың сұрақтарын қарап отырмын. Кей сұрақтар емес, жалпы мына қазіргі қойып жатқан сұрақтардың барлығына жоғарыда аудан әкімі жауап берді. Енді біз тікелей эфирде міне 1,5 сағатқа жуық уақыт болыппыз. Міндетті түрде тікелей эфирді сақтаймыз. Мүмкін сіздің сұрақтарыңызға аудан әкімі жауап берген болса, тікелей эфирден қарап алсаңыздар болады. Ал егер сұрағыңыз қойылмаған болса, осы видеоның астына комментарийге жазсаңыздар, тікелей эфирден кейін Айбек Қосуақұлы өзіңіз қадағалап, сол сұрақтарға жауап берсеңіз. Ал уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Жоғарыда аудан халқы желі қолданушылары жақсы тілектерін айтып жазып жатыр. Біз де соған қосыламыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Жақсылықта жолығайық. Рахмет, сау. Құрметті желі қолданушылары, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Амандықта жүздескенше.